Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз ғылым мен таным. Сабақтың мақсаты қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, дейді Абай Құнанбаев. Ғылымның бастауын тіл деп алсақ, біздің тіліміз қазақ тілі. Ал осы қазақ тілі ғылымының пунктуация деген саласы бар. Ана тілімізге аударсақ, тыныс белгілері деген ұғымды білдіреді. Тыныс белгілері айтайын деген ойды жазуда нақтылы дәл түсінікті етіп жеткізу үшін, сондай-ақ баяндалмақшы пікірді айқын білдіру мақсатында интонациялық, мағыналық, грамматикалық ұстанымға сай қолданылатын шартты белгілер. Тіліміздегі тыныс белгілері сан жағынан онша көп емес, бірақ мағыналары қолданылатын орындар жағынан алуан түрлі. Қолдану орнына қарай тыныс белгілері екіге бөлінеді. Сөйлем соңында келетін тыныс белгілері: нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте. Есте сақта, бұл белгілер даралаушы қызметін атқарады. Сөйлем ішінде келетін тыныс белгілері: үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, тырнақша, сызықша, үтірлі сызықша. Есте сақта, бұл белгілер ажыратушы, ерекшелеуші қызметін атқарады. Оқушылар, қазақ тілі ғылымы пунктуация бөлімінің кіріспесін аяқтадық, ендеше оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Мына мәтіндегі сөйлемдерді ажыратып, тыныс белгілерін қойып жазыңдар, олардың қойылу себебін түсіндіріңдер. Адамзат баласы өз дамуының ұзақ жолында жеміс-жидек теріп, аң аулап, егін егіп, мал өсірудің, металл қорытудың сырларын ашты. Сөйте жүріп өмірлік мол тәжірибе жинақтады. Әр алуан еңбек құралдарын, қару-жарақтарын жасады. Осы тіршілік қамы адамға болмыс туралы ойлауға, ойлануға мүмкіндік берді. Дүлей табиғат адамдардың әр құбылыстардың киесі бар деген сенімін тудырды. Кие деген не деп сұрады Алмаш? Ол алғашқы қауым адамдардың сол кездегі ақыл-ой санасының жемісі. Байқағандарыңыздай, бұл мәтінде ешқандай тыныс белгісі берілмеген, соны өзіміз қоямыз. Оқу тапсырмасын аяқтағаннан кейін бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жасауды ұмытпаймыз. Мен түсіндім, маған түсіну қиын болды.